тісте қабыну пайда болды. Бұға қарап тұрғаныңызда ауыз қуысында жоғарғы 2-6 тіс қабыну ошағы бар, отек, міне свищ дейді. Бұл кезінде емделген тіс, міне қабыну ошағы, свищевой ход дейді, жаңағы тістен шыққан іріңдік. Кезінде осы бұл түсті 5-6 жыл бұрын емдеген екен басқа клиникада, басқа қалада. Тісті жаңағы анестезия, изоляция бәрін жасадық. Қараған кезде бір каналдың пропущенный. Көбісі осы жоғарғы алтын тістердің 3 түбірлі және 4 каналдық тіс көбісі 70-80%-да кездеседі. Бұл 4-ші канал. Көбісі соны қарай қоймайды да, соның әсерінен қабыну пайда болады. Бұл қарап тұрсаңыздар, мына канал бізде өтілмей қалған. МБ2 дейді. Мынау каналдар өтілген, бірақ мынау каналы пустой. Соның әсерінен қабыну ошағы пайда болды. Қабыну ошағын бәрін каналдарын қайтадан өттік, тазалап, кальций салдық 2 аптаға. 2 аптадан кейінгі жағдай. Міне, уақытша пломба тұр. Бұл жерде бізде уже отек жоқ. Қарап тұрдыңыздай, отек кетті. Біз қайтадан пломбировка жасадық. Мына каналдың ішіндегі пломбировкасы. Міне жаңағы өтілмей қалған канал. Біз жаңағы каналдың үшін бетіп латеральдік конденсация дейді, толтырып, қайтадан қалпына келтірдік. Мына бізде жаңағы тістің ішінен шыққан термофилдық әдіс. Термофилдық әдіс дейді. Осындай үлкен қатты пластмасы ыстық кезінде тістің ішіне құйып тастайды. Соның әсерінен жаңағы тіс бітеледі. Бізде до, міне қабыну ошағы, мүддедегі канал өтілмей қалған. Жаңағы МБ2 дейді. Біз оны өңдеп, міне қайтадан бәрін қалпына келтірдік. Қазір ауыз қуысында бізде осындай болып тұр.